Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен келер жаңа қоян жылына орай қоян салатын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте ерекше салат. Ол үшін бізге піскен ет, картоп, жұмыртқа, қияр, сыр қажет болады. Алдымен етімізді кішкентай кубик етіп турап, кең ыдысымызға саламыз. Кейін картопымызды да уақ кубик етіп тураймыз. Енді қиярды екі шетін алып тастап, оны да уақтап тұрап, ыдысымызға саламыз. Үстіне сәбізді терканың ұсақ көзінен өткізіп қосамыз. Жұмыртқаның ағуызы бізге қазір керек болады. Сары уызын алып, теркадан өткіземіз. Ең бетіне сырды уақ терканың көзіне өткізіп қосамыз. Бетіне майонез құйып, әбден жақсылап араластырамыз. Үлкен ыдысымызға дайын салатымызды салып, қоянның формасын шығарамыз. Бізде аяқ қолын жинап жатырған қоянның бейнесі шықты. Жұмыртқаның ағуызын уақ терканың көзінен өткізіп дайындап қойдық. Енді оны осы қоянның үстіне қойып, жайлап жабыстырамыз. Қоянның көзіне маслинаны екіге кесіп, айналып алып тастаймыз. Көзі дайын, жабыстырайық. Мұрны мен аузына осылай жіңішке етіп кесіп дайындап алдым. Ақырындап жабыстырайық. Ең бастысы бізде құлағы. Құлағын біз пекинский капустаның қатты жерін пайдаланамыз. Осылай дайындап алдым. Қоянның құлағының орнын пышақпен сәл ашып, капустаны орналастырамыз. Қараңыздар, керемет қоян болып шықты. Дәмі енді өте ерекше.
жасап көруге кеңес беремін.